Сәлем қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай пельмен дайындау үшін бізге ең алдымен ұн, сары май, тұз, ыстық су және бір жұмыртқа керек болады. Ұнымызға тұзды, сұйық май, және жұмыртқаны қосамыз. Одан кейін ыстық суымызды қосып, жақсылап лопаткамен араластырамыз. Неге лопаткамен? Өйткені қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Міне дәл осылай видеодағыдай жақсылап араластырып шығасыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қамырыңызды қолыңызбен илейсіз. Міне дәл видеодағыдай осылай қамырыңызды алып, осылай жақсылап илеп шығасыз. Кейін осы қамырыңызды салафанға салып 15 минутқа қойып қоясыз. Қамырыңыз 15 минут тұрғанша сіз начинкасын дайындайсыз. Міне дәл осылай жақсылап илеп шығасыз. Июі қану керек қамырдың. Міне осындай эластичный әдемі қамыр шықты. Міне енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін май, фарш, тұз, бұрыш және де лукарескадан өткізілген пияз керек. Енді лукарескаларыңыз болмаса, жақсылап майдалап турайсыздар. Міне осылай жақсылап араластырып шығасыздар. 15 минутымыз өтті. Қамырымызды алып, жақсылап басып екіге бөлеміз. Кейін екіге бөлген соң, екінші бөлігін салафанға салып қоямыз, ал бірінші бөлігін жайып пельмен түйеміз. Осылай жұдырықпен жақсылап басып жібересіз. Сол кезде қамыр жаю сізге әлде қайда жеңілірек болады.
Енді қыздар қараңыздар, өстіп бөлген кезде әлде қайда оңайырақ болады да жаюға. Бірақ кейін үйреніп кеткеннен кейін былай қолмен бөліп жүрмейсіздер. Ойша осылай жаясыздар, иә. То есть бірінші ортасын, одан кейін екінші ортасын, одан кейін шет-шеттерін. Дәл видеодағыдай қазір асықпай тағы бір көрсеңіздер болады. Енді астынан үстіне қарай. Енді жақсылап жаясыздар. Жайған кезде бір аяққа тұрып тұрмайсыздар, иә, бір аяққа сүйенбейсіздер, екі аяқта тік тұрасыздар да. Қолдың күші екі жаққа да бірдей түсу керек. Сондықтан баланста тұрып жаясыздар. Не қыздар, базарда немесе ыдыс сататын дүкеннен осындай темірді алып алсаңыздар болады. Пельменге арналған домалақ темір деп айтсаңыздар, өздері түсінеді. Шамамен 300-500 теңге тұрады. Осылай кескенге өте ыңғайлы. Міне қыздар, бізде осындай әдемі пельмен шықты. Енді оны суға пісіріп жесеңіздер болады. Және де суға пісіріп барып, біраз уақыттан кейін қуырып жесеңіздер өте керемет болады екен. Қазір келесі видеода қуырылған түрін көрсетемін. Қуырылған түрі де өте дәмді болады екен. Міне осындай қуырылған пельмен. Кетчуп, майонез қосып жесеңіздер тіптен керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.